Гүлзира ауылдың қарапайым қызы. Әкесі малшы, шешесі шағын мектепте еден жуушы болып жұмыс істейтін. Әуелден ақ момын, ибалы, қолы жеңіл қыз еді. Мектеп бітірген соң оқуға түсе алмай, үй шаруасында жүріп қалды. Қыздығын сақтап, арманы жақсы жар, берекелі отбасы болатын. Бір күні ауылға қалада тұратын ауқатты отбасының жігіті келді. Ол Алмас. Үлкен үйдің кенжесі, әкесі кәсіпкер, шешесі байдың қызы. Алмас ерте өскен. Бәрі қолында бар, қасындағылардың айтқанына ере бермейтін, тек өз қалауын ғана тыңдайтын жігіт. Бірақ сырт көзге сымбатты, сөзі жатық, қыздардың бәрі елеңдеп қарайтын. Гүлзираға Алмас көз тастады. Қыздың қарапайымдылығы, қалың бұрымды шашы, әдептілігі ұнағандай болды. Сөйтіп көп ұзамай екеуі ата-ананың келісімен үйленді. Алғашқы кезде бәрі жақсы еді. Жаңа түскен келіннің қолының дәмі тәтті, қонаққа да жайлы, үлкендерге де сыйлы болды. Ауқатты отбасының үйіне алғаш келгенде Гүлзира өзіне сенімсіздікпен қарап, бәрін ұқсамай жатты. Бірақ күннен күнге бейімделіп, қайын жұртын риза етіп жүрді. Бір жыл өтпей тұңғыш ұлдары дүниеге келді. Үлкен әже қуанып, ұл туды, шаңырақтың иесі келді деп төбесі көкке жетті. Алмас та бастапқыда мәз болды. Келесі жылы екінші ұлдары өмірге келді. Гүлзираның бақытынан шек болмады. Екі ұлды сүйген жас ана, балаларына барын беруге дайын еді. Бірақ уақыт өте Алмас өзгерді. Оның көңілі суи бастады. Әйелінің ауылдан шыққандығын, жоғары білім жоқтығын, сән салтанатқа қызықпайтын бетіне басатын болды. Сен қаладағы қыздар сияқты киіне алмайсың. Өзіңмен сөйлессең ауылдың әңгімесін ғана айтасың. Маған лайық емесің деген сөздері жиі айтатын болды. Гүлзираның жүрегі жараланды. Ол түнде балаларын құшақтап жылап жататын. Бірақ ешкімге сырын ашпады. Қайын жұрт алдында өзін тіпті төмен сезінгісі келмеді. Алмас болса достарымен қыдырып, көңіл көтеруді жиілетті. Үйге кеш келіп, кейде мүлде қонбай кететін әдет шығарды. Еркектің ісі сол ғой деп ақтап алғысы келген Гүлзира уақыт өте бұл сөздерге сенуден қалды. Ол күйеуінің жүрегінен өзіне де орын қалмаған сезді. Күздің бір кеші еді. Үлкен коттедждің ауласы әдеттегіден де у-шу. Алмас достарын қонаққа шақырыпты. Әкесі мен шешесі қала сыртындағы шипажайға кеткен болатын. Үйде толық еркіндік. Қаладағы бай балалары түрлі қымбат көліктермен жарысып жетіп, коттедждің ауласын думанға айналдырды. Әрқайсысы соңынан сәнді киінген қыздарын ерте келген. Ас бөлме мен қонақ бөлме дастарханға толып, ән қосылып, күлкі әңгімелер басталды. Дастархан басында отырған Алмас іштей бір түрлі сезімде еді. Ол достарының алдында өзін ерекше етіп көрсеткісі келді. Бірақ онысымен қоса іштей Гүлзираға деген кемсіту сезімі күшейіп тұрған. Әй, сендер менің әйелімді көрмеген шығарсыңдар деп дауыстады ол. Достар ду етіп күлді. Көрсет, ауылдың қызын қалай алып шықтың? Я, сен сияқты жігітке қандай қыз жолқан көрейік деп бірі қалмай қолпаштады. Алмас жоғарғы қабаттағы бөлмеде балалармен отырған Гүлзираны шақыртты. Төменге түс, қонақтарға көрін. Әйел деген ерін ұялтпайды, деді қатқыл үнмен. Гүлзира қысылып, қымтырылып төмен түсті. Үстінде қарапайым ғана көйлегі бар, шашы жайылған. Ол келгенде дастархан басындағы қыздар сәнді көйлектерін жарқыратып, қымбат әшекейлерін көрсетіп отыр еді. Гүлзираның түрін көргенде бір-екі қыз сыбырласып езу тартты. Алмас болса қолына стақан ұстап, міне көріңдер, ауылдың қарапайым қызы менің әйелім. Сендерде қымбат жерден емес, қарапайым ауылдан келген деп, дауысы көтеріңкі шығып, қарқылдай күлді. Достары дөңгіліп жіберді. Біреуі, әй, сенің мына түрің бізге мүлдем лайық емес қой десе, екіншісі, шыныңды айтшы Алмас, қалай ғана осыны таңдадың деп мысқылдай сөйледі. Бұл сөздер Гүлзираның жүрегін шаншып өтті. Ол төмен қарап үнсіз тұрды. Қолдар дірілдеп, жүрегі атша тулап бара жатты. Қайын жұртының алдында, елдің алдында
шыдағанымен енді бұл қорлыққа жаны төтеп бере алмады. Алмас та аяп тұрған жоқ. Қайта достарына жарамсақтана сөйлеп, мынау қарапайым нағыз өзі, киімі де, түрі де ауылда қалған сияқты деп қосыла күлді. Сол сәтте Гүлзираның көзінен жас ыршып шықты. Ол ештеңе айтпады. Бірақ жан дүниесіне бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Алмасты бірақ сәтте өлердей жек көріп кетті. Бір сәтте үстел жанынан бұрылып, екінші қабатқа көтеріліп кетті. Достар ұялып қалды-ау деп күліп жатты. Алмас болса қойшы, өзі сондай тұйық деп қоя салды. Бірақ Гүлзираның ойы тым тереңде еді. Бөлмесіне кіріп, терезенің алдына келді. Менің өмірімнің мәні қайда? Кім үшін өмір сүріп жүрмін? Балаларым бар, бірақ осы қорлықпен өмір бойы жүре аламын ба? деген сұрақтар жүрегін тіліп өтті. Ол бір мезетте өзін өзі ұстай алмай қалды. Жүрегі қақ айырылып кеткенде ауырды. Терезені ашып жіберіп, көзін жұмды да екінші қабаттан секіріп кетті. Қатты дыбысты естіген қонақтар сыртқа жүгіріп шықты. Аулада ес-түссіз жатқан Гүлзираны көргенде бәрі есеңгіреп қалды. Бірі жедел жәрдем шақырды, бірі Алмасқа қарап, «Сен не істедің?» деп айғайлады. Жедел жәрдеммен Гүлзираны ауруханаға жеткізді. Дәрігерлер бірден ота жасап, бірнеше күн жансақтау бөлімінде жатты. Сынық сүйектері көп, денесі қатты жарақаттанған. Ауруханада жатқан күндері ол бірақ нәрсені ойлады. Мен ешқашан өзімді бақытты сезінген жоқпын. Мені адам құрлы көрмеген жерде өмір сүргім келмейді. Бірақ балаларым, екі ұлым үшін өмір сүруім керек. Алмас болса алғашқыда қатты сасқанмен, уақыт өте бәрін әйелдің әлсіздігі деп ақтап алғысы келді. Бірақ оның достары да, туыстары да енді оны кінәлай бастады. Сенің қылығынан әйел осы күйге түсті деген әңгіме тарап кетті. Гүлзира бірнеше ай ауруханада жатып, ақырында жүре бастады. Бірақ жүрегінде қалған жара ешқашан жазылмайтын еді. Ол енді бұрындағыдай сенгіш, үмітті келін емес, өмірдің ащысын ерте тартқан, шыныққан анаға айналды. Достарын көзінше қорлап, мазақ еткен күйін ешқашан көргісі келмеді. Ауруханадан шыққан соң Гүлзираның өмірі түбегейлі өзгерді. Алмас сырттай балалардың анасын аяймын деген сыңай танытқанымен, шын мәнінде оны кінәлап, бұрынғыдай менсінбеді. Қайын жұртты да балалардың болашағы үшін сабыр қыл деп айтқанымен, Гүлзираның жүрегінде енді оған орын қалмаған еді. Көп ойланды. Мен осы қорлықты көріп, өмір бойы шыдаймын ба? Ұлдарым ертең ер жеткенде мені мысқылдап жүрген әкесін қайталай ма деген сұрақтар мазалады. Ақыры ол бір түн ұйықтап жатқан ұлдарын құшақтап отырып, іштей үлкен шешім қабылдады. Ажырасады. Ажырасу оңай болмады. Бай отбасының ұлына қарсы тұру үлкен тәуекел. Бірақ Гүлзира қорықпады. Сот арқылы екі ұлды өз қолына алды. Алмас бастапқыда қарсыласқанымен, кейін өзі де балаларға толық жауапкершілік алғысы келмей, келісуге мәжбүр болды. Сол күннен бастап Гүлзира ауылына емес, қалаға көшіп барды. Өзіне шағын пәтер жалдап, екі ұлын ертіп жаңа өмір бастады. Бірнеше күн бойы жұмыс іздеді. Жоғары білімі жоқ, бірақ ас үйге ебі бар еді. Қаладағы кішірек мейрамханалардың біріне барып, мен тамақ жасай аламын, сіздерге аспаз керек пе деп сұрады. Мейрамхананың қожайыны орта жастағы, түсінігі бар кісі екен. Гүлзираның көзіндегі мұңды бірден байқады. Жарайды, келіп көр. Егер асқан дәмді тамақ жасай алсаң, сені қалдырамын деді. Алғашқы күн-ақ ол өз өнерін көрсетті. Дәмі, тіл үйретін бауырсақ, ет тағамдар, сорпа, бәрін асқан құптылықпен әзірледі. Қожайын да келген, қонақтар да риза болды. Сөйтіп Гүлзира сол мейрамханада аспаз болып жұмысқа қалды. Алғашқы айлар өте ауыр болды. Таңертең екі ұл мектепке дайындап, түстен кейінгі жұмысына шығады. Мейрамханада күн бойы ыстық пештің жанында жүріп, кешке шаршап үйге қайтатын. Бірақ шаршағанына қарамай балаларын құшақтап отырып, сендер үшін бәріне шыдаймын деп, іштей қайрат жинайтын. Кейде айлығы жетпей қиналатын.
бірақ ұлдарының алдында ешқашан мұңаймауға тырысатын. Анашым, бізге бәрі бар ғой деген сөздер оған қанат бітіретін. Мейрамханадағы әріптестері бастапқыда Гүлзираны ауылдан келген қарапайым келіншек деп қана қабылдаған. Бірақ уақыт өте келе оның еңбекқорлығына, адалдығына тәнті болды. Қожайын да, сенің қолыңның дәмі бар, сенің жасаған тамағың үшін адамдар қайта-қайта келеді деп ризашылығын білдіріп жүрді. Бір күні мейрамханаға қаладағы үлкен басшы келіп тамақтанып кетті. Ол Гүлзираның пісірген тамағына риза болып, кім жасады мұны деп сұрапты. Қожайын көрсеткенде ол, қызым, сенің қолыңда шынайы өнер бар, тек еңбек ет, бір күні еңбегің бағаланады деді. Бұл сөздер Гүлзираның жүрегіне үлкен демеу болды. Араға айлар салып, ол пәтер ақысын өз күшімен төлейтін жағдайға жетті. Балалары да мектепке үйреніп, анасына қолғанат бола бастады. Біздің анамыз ең мықты деп мақтанғандарын естігенде Гүлзираның жанары жасқа толатын. Кей түндері жалғыз қалғанда өткен есіне алатын. Алмаспен өткізген қорлықты, соның кесірінен ауруханада жатқан күндерін ойлайтын. Бірақ ол енді өкінбейтін. Мен сол қорлыққа шынамай секірдім. Бірақ дәл сол уақыт сәт мені жаңа өмірге жетеледі. Қазір мен өз еңбегіммен, өз намысыммен өмір сүріп жүрмін. Балаларым үшін өмірді қайта бастадым деп іштей шүкіршілік ететін. Гүлзира қазір қаладағы қарапайым аспаз ғана. Бірақ оның тағдыры шыдамдылық пен қайсарлықтың айғағы еді. Ол енді ешкімге тәуелді емес, ешкімнің көлеңкесінде емес. Өз күшімен тұрмысты түзеп, екі ұлын адал еңбегімен асырап жүрген ана. Ол бір нәрсені анық түсінді. Байлық бақыт емес. Бақыт өз қадіріңді білу, өзіңді сыйлататын ортада өмір сүру. Ең бастысы балалардың мейіріміне бөлену. Күндердің бір күнінде Гүлзира үшін бәрі орнына келгендей көрінді. Қалаға келгеніне біраз уақыт болды. Ұлдары мектепке үйреніп, өз ортасын тапты. Мейрамханада да оның қолының дәмі үшін арнайы келетін тұрақты қонақтар пайда болды. Қожайында сенім артып, кейде тіпті жаңа тағамдар мәзірін Гүлзираға тапсырды. Міне, мен ақыры өз жолымды таптым. Енді тек балаларым үшін еңбек етемін деп ойлайтын. Өмірдің ащысын ерте көрген ол енді сабырлы, берік адамға айналған. Бірақ тағдыр адамды сынаусыз қоймайды екен. Ол күн әдеттегідей басталған. Мейрамханада қонақтар көп, бәрі асығыс. Бірнеше тағам қатар дайындалып жатқан. Ыстық қазанда қайнап тұрған сорпаны асығыс көтере бергенде, қолындағы таба сырғанап кетіп, қазандағы ыстық ас үстіне төгілді. Айғайлап жіберген өзде сезбей қалды. Денесі күйіп, жанын қоярға жер таппады. Әріптестері жүгіріп келіп жедел жәрдем шақырды. Дәрігерлер дереу алып кетіп, күйік бөлімінде емдеуге жатқызды. Гүлзираның біраз жері қатты күйіп қалған еді. Сол сәтте ол бар үмітін жоғалтқандай болды. Мен енді қалай жұмыс істеймін? Балаларымды қалай асыраймын деген ойлар жанын жегідей жеді. Оқиғаны естіген ауылдағы анасы ештеме күтпестен қалаға жетті. Қызының халін көргенде жүрегі езіліп, көз жасын тыя алмады. Қызым-ай, сен аз күнде не көрмедің? Енді мына сынаққа қалай шыдарсың деп жылап құшағына басты. Анасы жарты жылдай қалада қалып, немерелерін өзі қарап, қызын күтті. Гүлзира ауруханада жатқанда балаларын мектепке апарып, тамағын беріп, анасының орнын басып жүрді. Әжелерін көрген ұлдары да жандарына жылу тапты. Ал Гүлзира болса төсек тартып жатып та қайсарлығын жоғалтпады. Анам қасымда, балаларым аман, менің қайта тұруға күшім бар. Құдай мені тағы сынап жатыр. Бірақ мен берілмеймін деп өзіне серт берді. Айлар өтті. Дәрігерлер күйіктің жазылуы үшін талай ем-дом жасады. Денесіндегі жара біртіндеп тартылып, тыртық болып бітсе де, Гүлзираның жүрегінде үміт от сөнген жоқ. Ол өзін айнаға қарағанда танымай қалатын кездері болды. Бірақ сонда да балалар үшін қайсарлық танытты. Анасының қамқорлығы оған ерекше күш берді. Қызым, сен құламайсың. Сенің артында 2 балаң бар. Өмір сенің беліңді қанша сындырса да, сен қайта тұрасың. Өйткені сен анасың.
деген сөздері Гүлзираның жүрегінде қайталана берді. Жарты жыл бойы төсек тартып жатып, ол шыдамдылықтың ең биік мектебінен өтті. Күйігі жазылып, баяу қимылдай бастаған кезде анасы қасынан бір сәт кеткен жоқ. Балаларын әжесі мектепке дайындап, үйдің бар шаруасын атқарды. Ал Гүлзира біртіндеп жүріп тұруға кірісті. Кей күндері мен енді пештің қасында жұмыс істей алмаймын ау деп мұңайып қалатын. Бірақ анасы дем беріп, еңбегің бағаланған қызымсың. Бәлкім тағдыр саған басқа бір жол ашып тұрған шығар. Әлі көресің. Алла ешқашан құлын жалғыз қалдырмайды дейтін. Шынында да көп ұзамай мейрамхана қожайыны арнайы келіп Гүлзираға жағдай сұрап, біз сені күтіп отырмыз. Сенің орның бөлек. Қаласаң енді ас бөлменің ыстығында емес, тағам мәзірін қадағалап, тапсырысты ұйымдастырып жүретін жұмыс беремін деді. Бұл хабар Гүлзираға өмірдің жаңа демін сыйлады. Ол қайтадан өз орнын таба бастағандай сезінді. Күздің соңғы айлар еді. Сыртта сызды жаңбыр сіркіреп тұрса да мейрамхана іші қонаққа толы болатын. Сол күні Гүлзира ас мәзірін қадағалап жүрді. Бұрынғыдай қазандардың жанында емес, тапсырыстарды реттеп, тағамдардың дәмін бақылап, аспаздарға бағыт-бағдар беріп жүрген. Сол сәтте есіктен ұзын бойлы қара торы жігіт кіріп келді. Үстінде қарапайым ғана костюм, түрінен сыпайылық байқалады. Ол бос үстелге отырып, мәзірді ұзақ қараған жоқ, бірден ұлттық тағамдарға тапсырыс берді. Гүлзира оның жүзінен бір түрлі байсалдылықты байқады. Тапсырыс орындалған соң, жігіт тамақты асықпай, үлкен ықыласпен жеп шықты. Ас соңында даяшыға: асты кім пісірді? Айтшы, міндетті түрде алғысымды білдіргім келеді деді. Даяшы жымиып, біздің асты бақылап отырған Гүлзира апайымыз деп көрсетті. Жігіт орнынан тұрып, Гүлзираға жақындады да: сіздің қолыңыздың дәміне ризамын. Мұндай дәмді көптен бері жемеппін деді. Гүлзира сыпайы ғана бас изеп алғыс айтты. Бірақ ішінен жүрегі жылып қалды. Қарапайым алғыс айтқанымен, оның даусында шынайылық бар еді. Ертесі күні сол жігіт тағы да келді. Бұл жолы басқа тағамға тапсырыс берді. Тағы да тамақты мақтап, ризашылығын білдірді. Үшінші күні де келді. Апта сайын емес, күн сайын келуді әдетке айналдырды. Мейрамхана қызметкерлері де байқап қалды. Мына кісі тек сен үшін келетін сияқты ғой деп күліп қоятын. Гүлзира бастапқыда бұған мән бергісі келмеді. Өзі өмірдің талай ащысын татқан, енді жүрегін қайта ашудан қорқатын. Бірақ жігіттің көз қарасынан әйтеуір бір жылы ниет, бір құрметті сезді. Бір күні жігіт кешкісін тамақтанып болған соң, Гүлзира отырған жаққа келді. Кешіріңіз, сізбен жақынырақ танысам бола ма? Әр күн сайын сіздің ас дәміңізге риза болып келем. Бірақ мойындаймын, мені тартқан тек ас емес. Сіз өзіңізді ерекше ұстайсыз деді. Гүлзира сәл тосылып қалды. Бірақ жігіттің сөзі артық емес, әдепті еді. Менің атым Гүлзира, деді ол қысқа ғана. Мен Самат. Қалада жұмыс істеймін, жалғыз тұрамын. Осылайша екеуінің әңгімесі басталды. Самат телефон нөмірін сұрады. Алғашында Гүлзира тартынды. Басымнан өткенді еске алсам, ешкімге сенгім келмейді деп ойлады. Бірақ бір сәтте, мүмкін бұл тағдырдың тағы бір сынағы емес, сыйы шығар деген ой келді де, ақыры нөмірін берді. Кейіннен Самат күнде хабарласып тұрды. Қалайсың? Балаларың аман ба? Жұмысың қалай деп шын жанашылықпен сұрайтын. Оның сөзінен ойын емес, шынайы қамқорлық сезілетін. Бірте-бірте Гүлзира да оған ашыла бастады. Өзінің өткен өмірі жайлы, бастан кешкен ауыр сәттері жайлы әңгімеледі. Самат үнсіз тыңдап, тек бір ғана сөз айтты. Мен сенің қайсарлығыңа таңғаламын. Көп адам мұндайдан сынып қалар еді. Сен мықтысың. Бұл сөз Гүлзираның жүрегіне ерекше жылу сыйлады. Өмірінде алғаш рет өзін түсінетін, бағалайтын жанды кездестіргендей болды. Дегенмен ол іштей көп ойланды. Мен енді біреуге сенсем, тағы да қателеспеймін бе? Балаларым қалай қабылдайды? Бұл адам шын мәнінде адал ма, әлде уақытша ма деген күдік мазалады. Бірақ Саматтың әр бір қадамы, әр бір сөзі
оның күдігін селте берді. Ол Гүлзираға ешқашан асықпай, қысым жасамай, тек қасында болып, қолды көрсетіп жүрді. Гүлзира да өз жүрегінде баяғыда ұмыт қалған нәзік сезімнің қайта оянғанын байқады. Ол сезім қорқынышпен араласса да, бұл жолы басқа еді. Шынайы, таза, сенімді сезім сияқты. Осылайша Гүлзираның өмірінде жаңа бет ашылды. Қиындыққа шыдап, жалғыздыққа көнген әйел енді жүрегінде жылулық пен үміт сезінді. Саматтың күнде келуі жай ғана асқа емес, Гүлзираға деген ықылас екен ол анық сезді. Бірақ тағдырдың бұдан кейін не сыйлайтынын ол әлі білмеді. Бір ғана білгені, өмірдің ащысы мен тәттісін көрген соң, шынайы жанды бағалауды үйренді. Саматтың адамшылдығы Гүлзира үшін бірінші орында еді. Самат пен Гүлзираның қарым-қатынасы уақыт өте нығайды. Самат ешқашан асықпай, бәрін өз ырғағымен жүргізді. Балаларына жақындасты, оларды мектептен алып қайтатын. Демалыс күндері саябаққа апаратын. Олдар да Саматты әке демесе де, шын жүректен жақсы көріп кетті. Гүлзира алғашында қорықты. Баламды бөтен еркекке қалай сенемін? Ертең тағы да қиындық әкелмей ме деген ой мазалады. Бірақ уақыт өте Саматтың әр бір ісінен шынайылық пен жанашырлықты көрді. Ақыры екеуі шағын той жасап, отау құрды. Бұл Гүлзираның өміріндегі ең үлкен бетбұрыс еді. Ол ұзақ жылдар бойы көрмеген бақыттың дәмін татып, жүрегі қайтадан шынайы махаббатқа сенді. Самат үшін де бұл үлкен бақыт болды. Ол Гүлзираны тек әйел ретінде емес, өмірдің талай дауылынан өткен қайсар жан ретінде бағалады. Бірақ бұл хабар Алмасқа жеткенде, оның намысына тиіп кетті. Ол бұрын әйел менсінбеген, мазақ еткен. Бірақ Гүлзираның біреумен бақытты болып жүрген естігенде, жүрегін қызғаныш пен ашу өртеді. Ол мені тастап енді басқаға әйел болып отыр ма? Менен кейінгі өмірі бұдан да жаман болуы тиіс еді ғой. Қалай ғана менсіз бақытты болып жүр деген ойлар маза бермеді. Алмас іштей тыныштала алмай, араққа салына бастады. Достарына, мен оны қайтарамын. Кімге тиіп жатқанын білеме өзі. Менен асып кімге керек болсын деп кіжініп жүрді. Күндердің бір күнінде Алмас Гүлзира мен Саматтың бірге жүрген көріп қалды. Көңілінде қызғаныш оты лап ете қалды. Кеш бата ол Саматты тұрғылдап жүріп, көшеде қапыда ұстап алды. Сен кімсің? Менің әйелімді қалай тартып алдың? Деп айғайлап жұдырық көтерді. Самат сабыр сақтап, Алмас, ол сенің әйелің емес. Ол өз таңдауын жасады. Балалардың анасы бақытты болуға құқылы деді. Бірақ Алмас сөзге тоқтайтын күйде емес еді. Ол ашуға булығып, Саматты ұрып соғып жерге құлатты. Көзіне қан толып қайта тепкіледі. Жанынан өткен адамдар арашалауға тырысқанмен Алмас ешкімді тыңдамады. Ақыры өзі де қалжырап, көлігіне отырып, айғайлап кете барды. Сол түні аспан түнеріп, жаңбыр сіркіреп тұрған. Алмас айдаған қымбат көлігін тоқтатпай, жылдамдықты үдете берді. Басын ашу билеп, ойында бір ғана нәрсе болды. Олар бақытты болмауы тиіс. Бірақ тағдырдың өзі заңы бар еді. Бұрылысқа жеткенде көлігі тайғанап, қарсы беттегі ауыр жүк көлігіне соғылды. Қатты соққыдан көлік аударылып, Алмас ауыр жарақат алды. Оны әрең дегенде құтқарып, ауруханаға жеткізді. Дәрігерлер бірнеше сағат бойы ота жасады. Бірақ омыртқасы қатты зақымданған еді. Ақыры ол өмір бойына арбаға таңылды. Бұл хабар қалаға тез тарады. Алмас бұрынғы достарынан, көңілдес болған қыздарынан қол үзіп жалғыз қалды. Бар байлығы, көлігі, сән салтанаты бәрі мәнсіз болып қалды. Бір күні ауруханада жатқан Алмасқа күтпеген жерден Гүлзира келді. Ол қолына ұлдарын ертіп әкелген жоқ. Жанарына сабыр ұялаған, жүзі нұрлы әйел еді. Алмас, мен саған жамандық тілемеймін. Сен менің балаларының әкесісің. Бірақ көрдің бе? Өмірдің заңы бар. Адамды менсінбесең, бір күні тағдыр өзіңді тізе бүктіреді, деді сабырлы дауыспен. Алмас көзіне жас алып, мен қателестім. Мен сені бағаламадым. Бірақ сен де менсіз өмір сүре алмайсың деп ойлап еді.
деп жылап жіберді. Гүлзира оған үн қатпады. Тек мен сен үшін емес, балалар үшін дұға қыламын. Сенің жазғаның осы болса, сабыр қыл деп кетіп қалды. Алмас сол күйі арбаға таңылып қалды. Бұрынғы байлық пен атақ, абыройдың ешқайсы көмектеспеді. Айналасындағылар да біртіндеп алыстап кетті. Ал Гүлзира мен Саматтың шаңырағы күннен күнге берекеге толды. Олар қиындықты бірге еңсеріп, балаларын мейірімен тәрбиеледі. Самат үшін Гүлзира тағдырдың сыйы, ал Гүлзира үшін Самат жүрегін қайта жылытқан адал жар еді. Гүлзира кейде терең ойға кететін. Егер мен әлі де Алмастың қасында жүрсем, тағдырым қайда апарар еді. Бірақ ол бір нәрсені анық түсінді. Өмірде адамды бақыт ететін байлық та сән салтанатты емес. Шын жүректен сүйіп, қадірлейтін жанмен бірге болу ғана. Жүрек пен жан дүниеңді түсінетін адам болса, байлық та, бақыт та болар деді. Самат пен Гүлзира шаңырақ көтергеннен кейін күнделікті кіршіліктерін бірлесіп атқара бастады. Гүлзира әлі де мейрамханада жұмыс істеді. Бірақ оның қолының дәмін білетіндер көбейіп, күн сайын қонақтар Гүлзира қайда, оның асын жегіміз келеді деп іздеп келетін болды. Самат мұны байқап жүрді. Бір күні кешкісін шай үстінде ойланып отырды да: Гүлзира, сенің қолында ерекше өнер бар. Неге біз өз дәмханамызды ашпасқа? Шағын болса да өзіміздің орнымыз болар деді. Гүлзира алғашында таң қалды. Ол оңай емес қой, ақша керек, жалға орын табу керек, жұмысшылар деп күмәнданды. Бірақ Самат сенімді дауыспен: бастысы сенің дәмің бар, адал еңбегіміз бар, барлығы содан басталады деді. Осылайша олар кішкентай ғана арманды бірге жүзеге асырды. Самат өзінің біраз жинаған қаржысын, ал Гүлзира бірнеше жыл бойы тиыннан құрап жинаған ақшасын қосты. Қала орталығына жақын жерден шағын ғана бұрын кафесі болған бос ғимаратты жалға алды. Ішін жөндеп, қабырғаларын жылы түспен сырлап, терезе алдына гүл қойды. Ас үйді қарапайым, біраз таза құрал жабдықтармен толтырды. Үлкен сән керек емес, бастысы дәм мен адалдық деді Гүлзира. Балалар да көмектесті. Біреу үстелге дастархан жайып, екіншісі мәзірге сурет салды. Әжелері ауылдан келіп батасын берді. Ақыры көптен күткен күнде туды. Гүлзира асханасы атты шағын дәмхана есігін айқара ашты. Алғашқы күндері Гүлзира қатты толқыды. Келмей қалса ше, дәмім ұнамаса ше деген күдік мазалады. Бірақ көп ұзамай мейрамханадағы бұрынғы тұрақты қонақтар келе бастады. Біз сіздің дәміңізді сағындық деп мәз мейрам болды. Гүлзира ыстық бауырсақ пен қымызды дастарханда қойғанда қонақтардың көзі жайнап кетті. Кейін ұлттық ас мәзірін түрлендіріп, қарапайым, бірақ жүрекке жылы тағамдармен дәмхананың аты шыға бастады. Айлар өтті. Гүлзира асханасы қаладағы танымал орынға айналды. Қарапайым адамдар ғана емес, кәсіпкерлер де, қала әкімшілігіндегілер де арнайы келіп, оның қолының дәмін татты. Самат қаржы жағын қадағалап қонақтармен сөйлесіп жүрсе, Гүлзира ас үйдің жүрегі болды. Бұл уақытта Гүлзираның құрсағында кішкентай ғана періште бар еді. Самат бұған дән риза. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер.